Құрметті кітап сүйер қауым. Адамзат баласының жер бетінде адам болып бақытты ғұмыр кешу үшін екі нәрсе керек екен. Ол жан азығы мен тән азығы. Жан азығы рухани құндылықтарда. Рухани бай болғыңыз келсе, кітапты көп оқуға кеңес беремін. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге, деп Абай атамыз айтқандай, мен сіздерге ұлтымыздың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетінде тарихында ең көп 17 роман жазған қаламы қарымды жазушы Ілияс Есенберлин мұраларына шолу жасамақшымын. Ілияс Есенберлиннің атаған, әлемге танытқан Алмас қылыш, Жанталас, Қаһар атты тарихи романдардан тұратын Көшпенділер трилогиясының 3-ші кітабы Қаһар туралы көбірек білгіңіз келе ме? Ендеше, кеттік. Трилогияның Қаһар атты 3-ші кітабында 19 ғасырдың 30-40 жылдарындағы Кенесары Қасымов бастаған Ресей отаршылығына қарсы қозғалыстың жай-күйі әңгімеленген. Қазақ даласында тәуелсіз мемлекет орнатуды мақсат еткен мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-1847 жылдарындағы ұлт-азаттық қозғалыстың көсемі, қазақтың соңғы ханы Кенесарының қол жиып, күреске шығуы, тәуелсіздік үшін күресті қолдамаған сұлтандарға және патша бекіністеріне шабуылы. Кенесарының билікке қол жеткізу үшін патша өкілдерімен келіссөздер жүргізуі, талабы өтпеген жерлерге халық қанын төгілмеуін есептесе күш қолданылатын әсерге баруы сөз естіледі. Роман арқылы Кенесарының бостандығы үшін жанын құрбан етуге дейін барғандығын оқып біле аламыз. Роман ішінде сатқындық та, адалдық та, сенімділік те, тәкаппарлық та сипатталған. Адам өміріне сабақ болатын жайттар көптен кездеседі. Кішкене ғана роман ішінен бүкіл қазақ елінің сол кездегі жай-күйін хабардар бола аласыздар. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына деген екен даналарымыз. Ендеше дәл бүгіннен бастап жан досымызға айналсын, өміріміз мағыналы болсын.